енді буын аяқтылардың өзгешелігін бір қарап шығайық. Қараңыздар, буын аяқтылардың өрмекші тәрізділер, мысалы, құр шаянды алатын болсақ, аш шаянды алатын болсақ, өзен шаянды алатын болсақ, қоңыздар алатын болсақ, сыртында қатты экзоскелеттер болады, қатты заттар. Осы сыртқы қаңқасының қатты беріктік қасиет беретін заты бұл хитин деп аталады. Бағана өткен болатынбыз, саңырауқұлақтарда. Бұл хитин. Сол себептен бұлар қатты. Денесі сегменттерден, буындардан құрылған, яғни мына аяқтарына, құйрықтарына қарайтын болсаңыздар, осындай кішігірім буындары бар. Сол себептен бұларды буын аяқтылар дейді. Буын аяқтылардың келесі маңызды бөлігі, қараңыздар, ұбт-да кездеседі, денесі 3 бөлімнен құрылған: бас, көкірек, құрсақ. Яғни, мысалы, құмырсқадан алатын болсақ, мысалы, құмырсқаның басы, көкірегі және құрсағы. Бұлардың көкірегінен ғана аяқтары немесе ұшатын қанаттары шығады. Құрсақтарында көбінесе ас қорыту мүшелері орналасады, ал бастарында көшелер мен антенналар орналасады. Сол себептен денелері 3 бөлімнен құрылған. Жаттап алыңыздар: бас, көкірек, құрсақ. Өте маңызды. Бірақ кейбірлерінде шаян тәрізділер мен өрмекші тәрізділерде бас пен көкіректері қосылып кеткен, сол себептен бұны бас көкірек деп атайды. Мысалы, мына шаяндарды қарайтын болсаңыздар, бас пен көкірегі қосылып кеткен. Мысалы, кенелерде дәл солай, өрмекшілерде дәл солай бас пен көкірек қосылып кеткен. Яғни бас пен көкірегі қатты байқалмайды, қосылып кеткендіктен бұларды бас көкірек дейді. Ал құмырсқаларда, дәуіттерде, көбелектерде міне басы, көкірегі, құрсағы байқалады. Осы денелері 3 бөлімнен құрылған. Жалпы буын аяқтылардың типі 3 класстан құрылған. Бұл шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер, бунақ денелілер. Шаян тәрізділерге циклоп, аш шаян, теңіз шаян, өзен шаяндар кіреді. Өрмекші тәрізділерге құр шаян кіреді. Құр шаянды көбі шаян деп ойлауы мүмкін, бірақ скорпион бұл өрмекші. Жаттап алыңыздар: ақ бүйе, бүйелер және кенелер. Ал бунақ денелілерге бүкіл жәндіктер кіреді. Бұл көбелек, дәуіт, құмырсқа, қоңыз, инелік, маса, шыбын сияқты басқа да сондай жәндіктер бұл бунақ денелілер. Енді осы класстар туралы толығырақ өтетін болса, қараңыздар. Шаян тәрізділер көбінесе су жануарлары, желбезек арқылы тыныс алады. Есек құрт бұл суда ғана өмір сүреді. Бұл исключение, осын жаттап алыңыздар: есек құрт. Барлық шаян тәрізділер желбезекпен тыныс алады және 2 жұп мұртшасы болады. Бұл айырмашылықтары, шаян тәрізділерінің өзгешелік айырмашылықтары жазып жаттап алыңыздар міндетті түрде. Келесі өрмекші тәрізділер. Бұлар қарапайым өрмекші де болуы мүмкін және паразиттік те өмір сүре алады. Мысалы, кенелер, ежелгі өрмекші тәрізділер жойылып кеткен шаян, құршаян, семіз құйрықтардан пайда болған. Олардың бастары мен көкіректе тұтасып кеткен, сөйтіп бас көкірек пайда болған, және күйіс аяқ хелицера, тұтқа аяқ педипальпалар пайда болады. Хелицера, педипальпа бұл өрмекші тәрізділердің басқаша атауы хелицеровый дейді, хелицера тәрізділер. Яғни олардың мына ауыздарында бетіп шығып тұратын бір бөліктерін көрген шығарсыздар, сосын мынандай тістері бар. Осы шығып тұратын бөліктері педипальпа дейді, ал тістерін хелицера дейді. Сол себептен бұлардың ауыз аппараттары, яғни ауыздары өзгеше, хелицера мен педипальпадан құрылған. Бұны просто жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар, ұбт-да кездеседі.